Биыл, яғни 2025 жылы зейнеткерлерге қанша зейнетақы төленетін болады? Оның мөлшері қанша болмақ? Жуырда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылғы зейнетақы төлемдері туралы хабарлады. Ресми органның берген ақпараты бойынша, алдағы уақытта қандай өзгерістер орын алмақ? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылғы зейнетақы төлемдері туралы айтты деп хабарлайды Тенгриньюс порталы. 2025 жылы 2,5 миллион зейнеткерге зейнетақы төлеуге республикалық бюджеттен 4 триллион 231,3 миллиард теңге бөлінді. Оның 2 триллион 867,7 миллиард теңгесі ынтымақты зейнетақыны төлеуге, 1 триллион 363,6 миллиард теңгесі базалық зейнетақы төлеуге арналғаны хабарланды. Халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуін ескере отырып, зейнеткерлер саны жылжыған сайын біртіндеп артып келеді. Зейнетақы төлемдерінің барабар деңгейін қамтамасыз ету үшін олар инфляция деңгейін 2%-ға басып озып, жыл сайын ұлғайып келеді деп хабарлады ведомство редакцияның сауалына берген жауабында. Министрлік атап өткендей, мемлекет басшысының 2022 жылға 1 қыркүйектегі жолдауында айтылған тапсырмасына сәйкес, базалық зейнетақының ең төменгі және ең жоғарғы мөлшерін кезең-кезеңмен ұлғайту жүзеге асырылуда. Ең төменгі мөлшерді ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-нан 70%-ға дейін, ал ең жоғарғысы 100%-дан 120%-ға дейін арттыру көзделген. Осылайша 2025 жылы базалық зейнетақының мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан 110%-ға дейін болатын болады. Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысушылар болып табылатын тұлғаларға жинақтаушы зейнетақы, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін болады. Оның орташа мөлшері шамамен 35.000 теңгені құрайды, деп хабарлады ведомстводан. Бұған дейін премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Қазақстанда зейнетақы, бюджет саласының жалақысы, сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек пен тұрғын үй көмегі көбейетініне уәде берген еді. Серік Жұманғариннің айтуынша, зейнетақы 3%-дай өседі деп хабарланған болатын. Алайда аталған пайыздың қашан қосылатыны әзірге айтылған жоқ. Сонымен зейнетақының қашан көбейетіні белгісіз болып отыр. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсенова қосымша құн салығының өсуіне байланысты қазақстандықтардың жалақысы мен жәрдемақысын көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірген болатын. Сонымен алдағы уақытта зейнеткерлерге төленетін зейнетақы да, жәрдемақы да көбейетіні сөзсіз. Бірақ аталған әлеуметтік төлемдердің қай уақытта көбейетіні белгісіз. Бәлкім 2025 жылдың шілде айында көбеюі мүмкін. Дегенмен, бұл сұрақ әзірге басы ашық күйінде қалып отыр.